Сарыарқа тарихпенен сабақтасқан таудың жапtan орналасқан қола дәуір тарихы астарында мемлекеттік және ресми туындылары пирамида тарихының шежіресі табылып ауылының жер байлығы тас қауымы үлес қосудың халқы менің жобамды бір тыңдасын. 2016-17 жылдары Бейсенов пен Пушкиннің жетекшілігі бойынша мына Сарыарқа пирамидасын қайтадан зерттеуді. Оның нәтижесінде ол қайтадан қалпына келтірілді. Оның астынан адамның зираттары және сол замандағы аса құнды нәрселер табылған. Жалпы көріп тұрғаныңыздай осы Сарыарқа пирамидасы шыны өте үлкен. Бұл Беғаз Дәнібай қорына жатады. Қазір кезде бұл 3 кесенесімен біз оның шамасын бірдей етіп өлшейміз. Жалпы Қазақстан бір шетін алып жатқан осы Сарыарқа пирамидасы өзінің бір шетін шөл жаққа қарай, ал қалған осы 3 шетін Қазақстанның кең байтақ жеріне бұрып жатыр. Жалпы осы жерге келіп бір демалып көрсеңіздер, осының салқын самал жермен бір демалсаңыздар, өздеріңізді керемет күйде сезінесіздер. Қаражартас пирамидасы 6 сатыдан тұрады және Қаражартас пирамидасы тастан қоршап тұрады. Көріп тұрғаныңыздай Қаражартас пирамидасы сатылы болып жатыр. Ол Джосер пирамидасына ұқсайды деп айтсақ болады. Ол Қазақстанның Талды археологиялық паркының бір бөлігі. Сарыарқа пирамидасы туралы толығырақ ақпарат бере аласыз ба, ағай? Қаражартас пирамидасы Беғаз Дәнібай мәдениетіне жатады. Айқын бір ескерткіштердің бірі. Орталық Қазақстандағы ең ауқымды пирамидалы сатылы жерлердің ішінде ең ауқымдысы осы Қаражартас қорымы болып табылады. Енді жалпы қорым туралы айтатын болсақ, биіктігі 2-7 метр, ұзындығы 3-5, ені 13 метр. Жалпы бұл жерде бір ғана адам жерленген. Қола дәуіріндегі бір деректерге сүйенсек, енді бір тайпа көсемі жерленген. Өкінішке орай қорым осы уақытқа дейін тоналып кеткен. Бұл жерден керамикалық ыдыстар, қанжар, бір ғана алтын сақина шыққан. Сол алтын сақинаға қарағанда енді жерленген адамды жеке бұйымдармен қоса жерленген, бірақ өкінішке орай осы уақытқа дейін тоналып. Бұл жер енді 2016 жылы қазылып, 2018 жылы толық реставрациядан өтті. Бұл жерді зерттеген кісі Сарыарқа археологиялық институтының археология ғылымдарының кандидаты Игорь Алексеевич Пушкиннің бастамасымен толық реставрация жасалған бұл жерге. Енді бұл жерді айтатын болсақ, 1960 жылдары Әлкей Марғұлан Хақанұлы атамыз сол кісінің жазбаларында осы жерлердің барлығы белгіленген. Сарыарқа жері өте киелі жер. Бұл жерде көптеген ескерткіштер, пирамидалар және мазарлар табылған. Сонымен қатар бұл жерде көптеген атақты тұлғалар шыққан. Мысалы, Шөже, Тәттімбет, Нұркен Әбдіров, Тоқтар Әубәкіров сияқтылар және тағы басқалары.